Рум сүресінде Алла Тағала айтады: "Зохарал фасаду фил барри вал бахр". Құрлықта да, теңізде де бүлік орын алды дейді. Табиғатта бұзылып жатыр. Жер сілкінбеуші еді, сілкініп жатыр. Сел бұндай болмаушы еді, селдер келіп жатыр. Топан су болмаушы еді, топа болып жатыр. Эпидемия жоқ еді, эпидемия келіп жатыр. Пандемия жоқ еді, пандемия келіп жатыр дегендей аурулар. Бұрын үлкендер ғана аурушы еді, қазір кішкентайларға дейін ауырып жатыр. Жүйелер бұзылып жатыр. Қайдан пайда болды бір? Раббым лиюзиқахум бағдаллази амилу. Өздерің қолдарыңмен істеген күнәларың, Алла Тағаланың айтқанымен жүрмегендерің себепті сендер бұзылғаннан кейін сендерге қарсы күллі нәрсе бұзылады деп жатыр. Мен ешбір халықтың басына жіберген тыныштықты алып қоймаймын дейді. Өздері бұзып бастамайынша. Айтқанымен жүрмейміз бе болды? Мына тау да қарсы болады бізге. Ана күндің күркірегені де қарсы болады бізге. Бұрын ол тек қана жаңбыр әкелетін, әдемі бір көрініс болатын. Енді қазір ол басқаша сөйлейді сендерге дейді. Ана тау да, су да. Көрдіңіз бе? Адамдардың өз қолдарымен істеген еңбектерінің кесірінен көк жаңағы құрлықтар мен теңіздерде жүйелердің бұзылуы басталды. Алла Тағала сондай заңдылықтар қойған. Жер сілкінбеуші еді, сілкініп жатыр. Енді біз білмейміз қазір. Қазір бұлар бір нәрсе бір басталғаннан кейін бұлар жалғаса беретін нәрсе. Бұны тек қана тәуба тоқтатады. Кешегі мысалы сел алған жерде шүкір етпей жатқан адамдар да бар. Аллаға шүкір етіп жүрген адамдар да бар. Алайда сол барлығына жаңа тиіскен кезде мына жақта сел алмаған жерлерде де аман емес Алланың алдында күнәдан. Сонда жаңағы Аллаға мүлде айтқанымен жүрмеген адам бәлкім Алланың айтқанымен жүрер. Ал енді Алланың мұсылман болып намаз оқып жүргендер бәлкім бір күнәларым бар менің де. Ажырай алмай жүрген. Соған тастауыма себеп болды анау. Олай болса, Алланың алдында тұп-турлап бергісі келсе сізді, ол нәрселер жамандық емес. Ол нәрселер жақсылықтар. Жердің бетіне өзі бір жаңағы дерттер тараған кезде, оба ауруы тараған кезде, қаншалаған мұсылмандар да шарпыды. Омар радиаллаху анху халифа болған заманда шамамен 25 мың мұсылманға дейін қаза тапқан оба ауруынан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндірген, оба деген ауру иман келтірген адамға Алланың рахымы дейді. Тап-таза болып кетеді жәннатқа. Ал басқаларға, яғни нақты кәпірлерге азап дейді. Ал ойланып жүргендер, шүкір етейін ба, шүкір етпейін ба деп жүрген кезде, оларға Алла Тағала жаңағындай ояту салады. Сондықтан Алла Тағала өте дана, оның ісінде қате жоқ. Ол бәрін жақсы біледі. Егер біз қаншалықты Алла Тағаланы дұрыс танысақ, күллі құбылыстарды өзімізге қарай өмірімізге дұрыс пайдаланамыз. Әйтпесе бағанағы тарихтағы қарсы келгендер қарсы келіп, қалай Алла Тағала оны жаңағындай оятқысы келсе де қарсы келген халықтар болған. Оның қарсы келуі өзіне зиян арттыруға ғана істетілді.